Пошел, вторая. Хорош! Уйди с дороги, Автошайқас, соғыста тіркау. Шайқас алаңына қош келдіңіздер. Сіздердің қауіпсіздіктеріңіз біз үшін аса маңызды. Ешқандай шектеу жоқ, тек жеңіске деген ұмтылыс. Командалар көп, жеңімпаз біреу. Дайындалыңыздар, біздің шоу басталуда. Автошайқас арпалысқа толы алаң. Мен Макс. Мен Шакеша. Қарсыластар. Всем ассаламу алейкум, меня зовут Азат Карский Зет. Меня зовут Заир. Сегодня мы принимаем участие в Автошайқас и очень настроены на победу. Заир, какой у нас девиз на сегодня? Главное не останавливаться. Ассаламу алейкум, мен Азат. Мен Айбек. Бүгін автошайқасқа қатысамыз. Біз айыруға дайынбыз. Бүгінгі заезде, бүгінгі шығарылымда біз ережені өзгерттік. Алдында аяқтарын байлап жүгірген болса, бүгін өз арасында шешіп, кім екен біреуі екіншісін көтеріп жүгіру керек болады. Біздің үшінші қатысушыларымыз Азат пен Айбек жарыстың жалпы атмосферасынан, жарыстың несінен кішкене жүрексініп қорқып, қатты қорқып демей қойын, кішкене аяқ тартып, бізде ертең маңызды түсірілімдері бар, біз кішкене қорқып тұрмыз, денсаулығымызға зақым келіп қалама деп қатыспай қалды. Шоу сонысымен қызық емес пе? Ендеше біз бүгінгі заезді бастаймыз. Давай! Давай! Бар, таш! Тез! Көтер! Давай! Пусть всегда первый, давай, Шакеш! Давай! Нет! Все! Давай! Чего там? Қызық болып жатыр ма? Ендеше біздің серіктестеріміздің қосымшасын жүктеп алуды ұмытпаңдар. Майкар KZ'те Майкар Prime қосымшасы бар. Сол қосымша арқылы сіздер 100 пункт бойынша техникалық және де заңды түрде тексерістен өткен көліктерді ала аласыздар. Одан кейін біздің автоорталықтар Алматы қаласында 2, Нұр-Сұлтанда 1 және де Шымкентте 1 бар. Жүктеңіздер, қолданыңыздар. А что с ней? Я так и сделал.
Иди с дороги, заебал, блядь! Болды ғой, да, жүре берси. Тебе надо проехать, бля, братан. А, время, чтобы не жевать, да? Ура! Міне біз 5-ші заездың таза мұнау автоконтенттің заезі болды. Мини-финалда келсесіздер ма? Мини-финал. Зайыр чемпион болам деп келген по идее, да, Азат? Айтты, қанша рет айтты, енді бүгін қазір результаттар мен қолымда тұр, қазір не дейді екен результаттарын естіп. Жоқ, результаттарға дейін давай, бір ауыз сөзден, сами что скажете? Маке, давай. Короче, көп күтіп қалғанға қарамастан өте күшті болды. Бірінші келген кезде қыста келіп еді, қыста вообще басқашалар. Пробный, да. Иә, қазір вообще ерекше болды. Ерғазы проектіңе жеміс тілеймін. Автошайқас керемет ойын, керемет проект. Маке сенсей, ұстазымыз мінекей бір емес, уже екінші рет жеңіске жеттік деп ойлаймын. Достойно, егер кәу өтіп кетсеңдер, достойно өтесіңдер. Достойно өтеміз, таза еңбекпен. Кстати, ана тренердің өзі де мақтады ғой бізді. Красавчиктерді. Бүгін вообще... Василий Павлович! Василий Павлович, про нас вы вот что сказали? Скажите еще раз на камеру. Жұмысқа шақырып отырсың. Красавчики, да? Лишней вакансии нет для него? Смотрите, всем было объяснено, все едут в одинаковых условиях. Ребята четко, ровно, красиво отработали. Нет, туда тоже посмотрите, они обижаются. Про меня-то знает, но моя просто первая не втыкалась. Сказал, я чемпион. А я подошел, говорю, ты когда будешь стартовать, ты чуть-чуть придержи ручкой. Ага. И ты будешь первый. Просто я не привык держать что-то, я просто привык постоянно. Ушел 200. А вот, ребята, все нормально. Все, хорошо, спасибо, Василий. Давайте. Все, рахмет. Бір-екі сөзден. Азат. Осы автошайқасқа бірінші рет қатысып отырмыз. Сразу мастодонттарға шықтық. Прошлогодний финалист, победитель, суперстар кезек бәрі болды мына жігіттер. Зато, как бы, чтобы стать лучше, надо учиться с лучшими. Так что рахмет. Рахмет. А что поздравить? Еще мы не знаем результат. А что ты радуешься, когда ты результат знаешь? Зайр, давай, пару слов. Короче, неважно, с какой скоростью ты двигаешься, главное не останавливайся. Я же доехал до финала. Ты даже вот там добежал. Ты даже добежал. Добежал. Все, давайте. По результатам деп осы сөз көтсінші. Қорытынды бойынша бүгін бізде бір команда дисквалификация болды, немесе өз еркімен кетіп қалды. Қорқып, мынандай атмосферада ертең съемкаларымыз бар, бір зақым келсе қатысамаймыз деп кетті. Сол үшін Айбек пен Азатты сыз тұстаған кезде 5-0 результатымен екінші орында келген Зайыр және де Азат. Және де бүгінгі біздің міне серіктесіміз Майкардан сыйлық алатын және де полуфиналға достойно өтіп, четвертьфиналды да көріп, енді құдай қаласа полуфиналды көретін Макс братан мен Шакеши. Результаттары 4-40. Молодцы. Бірінші рет ошиблись, оң атқанда екінші рет бір рет тигізіпті әйтеуір. Міне, мына сіздерге біздің Майкардан арнайы полуфиналға путевка. Жігіттерге жақсы. Все, рахмет. Все, осымен біз бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жазылып, арнаға комментарий қалдырып, лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Біздің қатысушылар красавчик, рахмет, жиге!